Сәлеметсіңдер ме балалар? Сенімен кездескеніме қуаныштымын. Ендеше қазақ тілі сабағын бастайық. Алдыңғы сабақта етістікті өткен болатынбыз. Бүгін біз дара және күрделі етістікті өтетін боламыз. Деп үміттенемін. Өйткені тапсырма қызықты әрі пайдалы. Ендеше берілген етістікті екі бағанға бөліп жаз. Келді, тоқып отыр, жазды, секіріп жүр, сүртті, ұшып келді, төседі, оқып болды, ойнады, бара жатыр. Не байқадың? Осы екі бағандағы етістікті салыстырайықшы. Дұрыс, бірінші бағандағы етістіктер бір ғана сөзден құралған. Ал екінші бағандағы сөздер екі сөзден құралған. Ендеше құрметті оқушы, етістіктің дара және күрделі түрін жақсы білу үшін мына бейнебаянға назар аударайық. Дана, саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытар, жаңбыр жауар. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтай. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы іс-әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Егер үріп жатыр, күрделі етістік. Бір сөзден құралған етістікті дара етістік дейміз, екі-үш сөзден құралған етістікті күрделі етістік дейміз. Ережені мұқият есімізге сақтап алайық. Ал балалар, келесі тапсырманы орындау үшін мен саған жұмбақ жасырамын. Ал сен жұмбақ шешуге дайынсың ба? Олай болса, мұқият тыңда. Қиналып көтеріп, өзінен ауырды, жорғалап кетеді, жүкшедей кәдімгі. Бұл не? Дұрыс айтасың, бұл құмырсқа. Келесі жұмбақты да мұқият тыңда. Жаз бойы әндеткен, күз болған соң сән кеткен. Бұл не? Сенің жауабың дұрыс. Бұл шегіртке. Сен өзіңнің тапқырлығыңды таныттың. Ендеше
келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырма оқулықта 21-ші жаттығу. Мысалды оқып, әрі қарай не болатынын болжа. Құмырсқа мен шегіртке. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны әрі қарай не болатынын болжа. Жарайсың, сенің жауабың дұрыс. Осы сөйлемдердің ішінен қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Бірінші сөйлемдегі етістікті тап. Түсіп кетеді. Бұл күрделі етістік, себебі екі сөзден тұрады. Ал келесі сөйлемде әрине күледі. Бұл дара етістік, себебі бір ғана сөзден тұрады. Не істейді деген сұраққа жауап береді. Ал енді оқушы 23-ші жаттығудағы мәтінді оқы. Жаралы көгершін. Ендеше мұқият тыңда. Ахмет бірде жаралы көгершінді тауып алды. Оны аяп, үйіне алып келді. Денесін суық сорған құс дірілдей берді. Кім сені таспен атқан, Мұндай бұзық баладан қандай адам шығар дейсің, деп анасы құстың жарақатына дәрі-дәрмек жақты. Құстың қанатының астына тілек бар екен. Қан ұйып қалыпты. Дәкемен денесін орап тастады. Бір аптадан кейін жарасы жеңілдеді. Көгершін қанатын қомдайтын болды. Ал жақсы. Ал енді осы мәтінге жоспар құрайық. Жоспар. Әңгімеге құралған жоспарды жалғастыр. Мәтіндегі басты бөлігіне Ахметтің жаралы көгершінді тауып алуы. Екінші бөлімі анасының құсқа көмектесуі. Ал соңғы бөлімін көгершіннің жазылуы деп алсақ болады екен. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Бүгінгі сабақты бекіту мақсатында дұрыс емес ойынын ойнайық. Ал ендеше ойынды бастайық. Қимыл іс-әрекетті білдіретін сөздерді етістік деп атайды. Дұрыс па әлде дұрыс емес пе? Әрине дұрыс. Екі немесе одан да көп сөзден тұратын етістікті дара етістік дейді. Дұрыс па әлде дұрыс емес пе? Әрине дұрыс емес. Бір сөзден ғана тұратын етістіктерді күрделі етістік дейміз. Балалар, дұрыс па әлде дұрыс емес пе? Бір сөзден тұратын етістік әрине дұрыс емес. Шықылықтап жүр, күрделі етістік. Дұрыс па әлде дұрыс емес пе? Әрине дұрыс. Домалап кетті, дара етістік. Дұрыс па әлде дұрыс емес? Әрине дұрыс емес. Жарайсыңдар, сен барлық жауапқа дұрыс жауап бердің. Мен саған білім жолында толағай табыстар тілеймін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.